Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін байлықтың техникалары туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Барлық табиғи құбылыстар сияқты ақша да белгілі бір заңдылықтарға бағынады. Осы заңдылықтарды білген адамға ақшаның өзі үйір болады. Ең бірінші ереже ол ғаламнан не сұрасаңыз да айқын нақты болу керек. Алдын ала жоспар құрып қойсаңыз керемет. Мысалы, сіз кәсіпкер болатын болсаңыз, бизнес планыңыз жоқ болса, немесе адамдарға пайда келмейтін болса, сіз бизнес планға ақша ұтып ала алмайсыз. Ақшаны қалай, қайда жұмсайсыз, бәрі ойыңызда нақты болу керек. Келесі, сізге ақша табуға ықпал ететін жандардың еңбегін дұрыс бағалаңыз. Еңбек ақыларын уақытылы төлеңіз. Сонымен қатар коммуналдық қызметтерге, электр қуаты, суға уақытылы төлеп тұрыңыз. Бір ай бойы оның қызығын көрдіңіз ғой. Төлем жасайтын кезде де солай іштей ризашылықпен төлеңіз. Келесі, ол жомарт болыңыз және басқаларға көмектесіңіз. Неғұрлым жомарт болсаңыз, соғұрлым молшылыққа кенелесіз. Алаған қолын береген деп қазақ бекер айтпаған. Бере де біліңіз, ала да біліңіз. Кішігірім сыйлықтың өзін шын жүректен қуаныңыз. Қытайдың матасын бергені деп тыржиямыз. Оған да алғыс білдіріп, қуанған сайын ғалам сіздің ырысыңызды арттыра түседі. Басыңызда көптеп жүрген негатив ойдан құтылыңыз. Ақшаға қатысты дұрыс емес сөздерді, ойларды бұзыңыз. Бір сөзбен айтқанда ақшамен дос болыңыз. Садақа беріп тұрыңыз. Мұқтаж жандарға ақшалай заттай көмектесіңіз. Бай адамдардың 80% өте қарапайым өмір сүреді. Тым қымбат көлік, аса қымбат үй, құнынан қымбат әшекей байлықтың белгісі емес. Сізге еш пайдасыз нәрсеге жоқ деп айтып үйреніңіз. Біреу өтінді деп оның көңіліне қарап келсе кетпеңіз. Өзіңіздің арман мақсаттарыңыздың мүддесін ойлаңыз. Өз-өзіңізге есеп беріп жүріңіз. Мысалы, табысты адамдар күннің 20 минутын өздеріне. Мен көбірек ақша табуым үшін не істей аламын? Осы жұмысым мені бақытты ете ме деген сияқты сұрақтар қоймен өткізеді екен байлар. Позитивті ортада көбірек жүріңіз. Олар шабытыңызды арттырады. Өзіңізге кері әсер ететін, кері тартатын адамдарға жоламауға тырысыңыз, яғни адам таңдай біліңіз. Бай адамдарға жақын жүріңіз. Себебі олар өзінің энергиясымен сізді де байытатын болады. Ақылды адамдармен көбірек араласыңыз. Бай адамдардың тек 1% ғана 40 жасқа толмай өзін дәлелдеген. Қалған 99% ұзақ жылдар бойы еңбек еткен. Шыдамды болыңыз, бәріне уақыт керек. Табысты адамдар ақша тартудың осындай заңдылықтарын жақсы біледі және қатаң ұстанады. Себебі ақша шақыру заңдылықтарының шын жұмыс істейтіндеріне көздер анық жеткен. Егер де сіз үнем ақшалы болғыңыз келсе, осы заңдылықтарды нақтылап ұстаныңыз. Сізге осындай ақша туралы информациялар қызық болатын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Өз ойыңызды жаза кетіңіз.